Баршаңызға қазақ елі, бүгін біз сіздерді 14:30-да мерекелік эфирде күтетін боламыз. Бүгін 2024 жылдың соңғы эфирі болады. Міндетті түрде қараңыздар, қазіргі таңда студияда өте адам көп, барлық қызу дайындық үстінде, өте бір ерекше тосын сыйға толы эфир болғалы тұр. Біз сіздерді 14:30-да күтетін боламыз. Қалайсыздар, қайырлы кеш. Қазір ғана эфирден шықтық. Менің бүгінгі образым осындай әдемі үлкен бантымен көйлек болды. Қараңыздар, бағалап жіберіңіздер міндетті түрде. Жаңа жылға жалпы дайындық қалай болып жатыр? Сыйлық алдыңыздар ма? Ертең біз осы бір эфирдеміз. Эфирге дайындап жатқан тосын сыйларымыз өте көп. Ал қазір өзіміздің эфирдегі жұмыстағы әріптестерімізбен бірге тайный санта ойнаймыз. Қазір кім-кімге түсті, қызық болатын болып тұр. Маған кім подарка береді екен деп ойлап тұрмын. Көреміз, міндетті түрде саламын қазір инстаграмға. Оқырмандар, бізде жаңа таныстық. Мынандай әдемі гүл шоқтары. Мен бүгін ғана айтып едіңіз. Иә, өзім мен білген жоқпын. Сосын сырласуға барып гүлді көріп, "Мәй, дұрыс емес айттым ба?" деп ойлап қалған жайым бар. Сіз күттіңіз бе? Білетінсіз. Андай білу. Пранк ұстағаннан кейін не оққан андай? Бірақ артынан келе жатқан кезде үй жаға не қараймын ғой. Бір сәт қайталанды ма? Сондай болып қалды. Өзіміз де артта күліп жатырмыз. Алматыда кешегі күт енді жақсы жағынан болсын деймін. Сол сәт қайталанбасын. Арты жақсы болсын дейді енді. Бақыт тілеп қойыңыздар. Бұйырса жақсы таныстық, жақсы дүние болады деген ойдамыз. Достар, жаңа жылдық шығарылымды көру үшін мына сілтеме арқылы көріңіздер. Бүгін өте қызықты эфир, көптеген қонақтар, біз күтпеген, сіз күтпеген, сондықтан эфирді жіберіп алмаңыздар. Темек ас жеу керек, бірақ сіз темек ас жексеңізші. Оңай емес. Ең жазып кабет түсіргенше өзім мәніне клип түсіре берейін ба? В общем, күтіңіздер. Келесі жылға бұйырса көрсетеміз. Бұл жағын тілейін деп қоясың. Сырттан оңай көріне береді екен. На деле ужас. Қатып қаласың ғой еще. Жазыламыз, до конца жазылмаймыз өзі қалай. Жаңа жылға мен Тәуіржанға сыйлық. 545. Бұл негізі маған соқ беру керек едің, соқ ұйқы кетті ма сонда? Жоқ, ол кішкене жаңа жылға қарсы андай бір жолдан жүрмей жатыр, короче. Жоқ, соқ қайда соқ? Келе жатыр. Пока что осыны ше тұрсын деп әкетіп. Египеттен келе жатыр ма? Иә. Ой, бля, жой, рахмет. Давай. Жаңа жылмен. Жаңа жылдарың. Эфирге үлгермей алдым, бірақ Заринамен кездестік, қалайсыздар? Жақсы, шүкір жаңа жылдарыңызбен. Сыйлығын бердім, енді өздеріңіз сторисін көретін болсыздар, не берейін. Сол, правда, необычный нәрсе бердім мен сөздің ашық. Не деп ойлайсыз? Білмеймін, бір коробка тұр. Сырты розовый ма? Розовый, короче. Көреміз қазір үйге барып. Ештеңе келіп тұрған жоқ ой ма? Қызық болып тұр енді, просто білмеймін, өмірімде ондай сыйлықты бірінші рет беріп тұрмын сөздің ашығы. Потому что өзімде бір кішкене біртүрлі бүйтіп ойланып алдым да. В общем, көресіздер ал короче. Вообще ойланып.
Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін деген кәдімгідей ажиотаж болады ғой. Барлық доставкамның өзіне қазір енді келіп үлгере алмай жатырмын вообще. Оның үстіне қазір біраз кісіге подарка беру керек, соған андай пакеттеріне салып үлгере алмай жатырмын ғой. Жаңа жылдан Көп рахмет. Адамның көңілі деген әшейін не ғой негізі? Нәзік та. Қуанып қаласың осылай. Рахмет Зарина. Вообще күшті ән айтып жүрсіздер. Ой, рахмет. Көп просто көңілге. Алла разы болсын. Алла разы болсын. Жаңа жылдарыңызбен достар. Осылай. Арасында подарка беріп тұрсаңыздар ренжімейміз. Эфирге үлгермей алдым. Қайырлы кеш баршаңызға. Бүгін қолдаушыларым берген осындай күшті торт, осындай капкейктармен бірге және мына жақта деген арнайы сіздер үшін ашып антигынан босатып тұрмын. Корзинасымен клубника в шоколаде беріпті. Қараңыздар, өте әдемі, прям күшті оформлениеда жасапты. Барлықтарыңызға көп рахмет, Аллах разы болсын. Өте қатты қуаныштымын. Шынымен де тілеп жатқан, жақсылық жазып жатқан барлықтарыңызға көп рахмет. Барлығымызға енді бұйырса осы келе жатқан жаңа жыл бақыт берекесімен, біз күткеннен де жақсы жаңалықтармен, өте күшті бастамалармен халыққа, адамдарға, жалпы барлығына жақсылығымыз өтетіндей бір керемет жыл болсын деген келеді. Бұйырса көп рахмет. Сыйлықтарыңызға қазір келесі Аиданың сыйлығын және Тәужанның сыйлықтарын көрсетемін. Енді сіздерге Аидан берген эфирде Тайны Сантыдағы алған подаркам көрсетейін. Осындай Ван Клифтің күшті бір аксессуары сияқты. Қараңыздар, өте әдемі оралған екен. Мынандай сертификатымен жүреді екен. Қандай күшті, рахмет, дамып кеткен. Вау! Мен негізі эфирде ашып қойғам. Сразу көріп қойғам мен эфирде. Осындай. Қараңыздар, шыққандай күшті мойынға тағатын Ван Клифтің алқасын берген екен. Еще сырғасымен қойды. Сондайым бар енді арасында. Сырғасы да бәрі әдемі екен. Как раз маған қара киімім көп кием ғой, мен қараңыздар, қара киіммен күшті үйлеседі. Рахмет, көп Алла разы болсын. Қолым тырым мысықтырып тастаған. Рахмет, Аида, күшті ұнады. Келін жан айналайын, бақытты бол. Қайнапам деген сөзін ұмытып қалғам.